Қалайлар жағдайлар менің сүйікті көрермендерім. Достар, бүгін біз Let's Play'ымызды жалғастырамыз. Алдыңғы бөлімде біз үйдің басын бастағанбыз. Енді үйдің басын бастадық па? Енді пока что мен бітірмеймін үйді. Осындай қалпында тұра берсін. Пока что бүгін біз шахтаға барамыз. Сондықтан керек заттарды алдым. Мен жалпы алдым ба бәрін? Иә, алып дайындап қойғанмын бәрін. Мына жақта угольдер не істеліп жатыр, не істеліп өздері. Ал біз шахтаға кеттік. Шахтаны қай жерден қазамыз? Шахтаны жалпы опа, біздің неміз талдарымыз өсіп кетті, әдемі болып тұр. Мына жақтарда талдар өскен. Ал біздің шахтамыз мына жақтан қазамыз. Не істейміз шахтаны? Мына жақтан қазған дұрыс па, ана жақтан дұрыс па? Үйдің қасынан қазайық та. Үйдің қасынан қазайық. Айтпақшы, бізде так, мында бар қайттан. Осы жақтан қазай берейік шал. Осынан қаз дейді бізде. Осынан қазай берейік. Бізге осы жерден қаз десе, осы жерден қазайық. Так, мына жақтан енді входты нормально қылайық. Хотя бы дұрысынан қылайық. Екеуінен қыламыз или біреуінен қылай берейікші. Мейлі маған. Біреуінен қылай берейік. Әйтпесе қазір көп уақыт алып кетеді. Мына жақта пещера. Былай қазбай қойып, просто менде жақта тас жинап атқаным. Мына жақтан просто тас жинап алайық қазір мында. Бүйтіп жинап алайық. Нормально. Енді қазір бізге біз пещераны тауып алайық. Мына жақтарда пещера болу керек. Бір жағынан біздің островымызды тағы да қарап шығайық. Не бар, не жоқ екенін көріп бәрін дегендей. Так, енді біздің айналамызды несіп шығайық. Так, бұлай, сосын бұлай. Жақта освещение дейді, освещение бершек. Айтпақшы біздің пшеницамыздың қастарында жоқ қой освещение бершек мына жақта. Оларды да бәрінде орындарына ауыстырамыз ертең бұйырса. Так, мына жақ не ол? Опа, пещера. Или тупик па? Көреміз оны. Тупик па, тупик емес па? Көреміз қазір. Опа, нормально сияқты, да? Вроде нормально пещера мына жақтан. Так, жоқ. Тұра тұр онда. Қаяқтан барамыз қазір, тұра тұр. Тауып аламыз. Басер пещераны тауып аламыз. Бізден тығылмай қой пещера. Опа, железо. Екі жерден, бір жерден екі ресурсы шықты. Так, нормально. Енді жиналайық жайлап. Так, уголь бізге керек. Ең бастысы уголь қазіргі уақытта. Так, главный крипер атымызда түсіп кетіп, жар жібермесін криперлер дейтін. Андай не істейма жүгіре береді, мейлі сияқты да оларға. Спаунет сөйті адамға жүгіре береткен. Так, мына жақтан жайлап жинай берейік. Алдыңғы серияларда достар байқадым, Майнкрафттың дауысы қатты шығып кеткен екен. Енді мына Майнкрафтта осы серияда мүмкін дауысы аз деп ойлаймын, өйткені мен дауысын азайттым кішкене Майнкрафттың. Так. Жалпы алдыңғы бөлімде мен дейтін Майнкрафттың дауысы емес, жалпы былай сотканың дауысын қатты бақыратып қойдым кеше. Содан сияқты. Өйтпеңіздер достар, енді дұрысталамыз ғой. Бәрі де дұрысталады ғой. Ал мына жақта пещера жоқ. Нормально пещера алып шықтық бірдеңе болса да алып шықтық. Ал мына жақтарды қарайықшы қазір. Мына жерде бір үңгір тұр ғой. Жоқ, үңгір басқа. Жалпы ана жақта бір не бар еді бізде. Құтақшты островы. Опа, мына жақта тағы бар екен. Бәрін жаттап алу керек. Осындай жаққа барамыз бұйырса. Так, пещераға осындай жаққа барамыз. Так, жинап ал. Енді тамақ жеп алшы бірінші. Енді зомбидің еті бізге қайта қарнымызды ашытып жүріп тұр ғой. Сосын амал жоқ, зомбидің етін жейміз. Так, мына жерде көрдім, железаны көрдім. Так, тағы да тупик. Мүмкін ана жаққа Так, зомбидің дауысын естілген сияқты, да? Зомбидің дауысын естідім. Онда мына жердің қастарында бір пещера бірдеңе болу керек. Так, зомбидің дауысы естілді тағы да. Олар қайда? Қазір оның бәрін көреміз. Так, мына жақтан тағы да бір шықтық. Мына жақ тупик. Енді ары қарай қазғым келіп тұрған жоқ, өйткені қазір уақыт алып кетеді онда босқа. Так, мына жақтан келдім, ең басында мен дейтін. Ана жерде тағы да бір пещера болған сияқты еді. Қазір онда бүйтейік. Так, бұлай. Сосын мынаны жасалайық. Потом лопата істеп алайық сосын. Қолымызға лопата керек қазір.
лопата, сосын тағы да бір кирка. Так, нормально кирка жасап алдық. Енді мына жақта, так, мына жақта бір жейт, отыр, сесть лодку. Так, тұра тұр. Түсінбедім. Так, ну, не болып тұр, ну. Так, тұрады шал. Бұлай екен ғой. Иә, түсіндім. Иә. Енді түсіндім. Мына жақта міне островок тұр біздің. Главное, түйісіп қалмайды қазір. Жайлап, бит. Опа, выйти из лодки. Неден шайк, бұзылып қалмасын біздің қайығымыз. Ең басында мына жақтан шықтым мен островоктан. Енді мына островоктан не бар екен көрейік қазір. Мынада дым жоқ сияқты да. Ана жақта да бірдеңе бар ма? Ештеңе жоқ сияқты о жақта да. Так, мына жақта ше. Жоқ. Опа, мына жерде бірдеңе тұр ғой. Так, ақлақ бітеді, ана жерде пещера тұр да. Так, онда бүйтейік қазір. Былай. Потом былай. Енді былай қазір жебейді. Болды, осылай өтіп кетеміз бәрінен. Бізге проблема жоқ. Так, енді көп уақыт кеткен жоқ, енді анан қазуға енді біз дейтін башка дейміз ғой, енді Майнкрафтты ойнап білем ғой мен жалпы. Иә, ойнап білем Майнкрафтты менде. Так, мына жақта, опа, бекер келген жоқпыз да мына жаққа. Нормально, бекер келген жоқпыз мына жаққа. Главное, қазір қарнымыз ашып өліп қалмасақ болды. Ажағы ештеңе емес. Так, манағы желездің қаздым ба мен? Ана пещерадағы мәссаған ұмытып кеттім да. Ештеңе етпес, қазір пещерадан қазып аламыз оның бәрін. Иә, көрдім деп қоймын, еще қазып кетіп қалыппын оның бәрін. Так, оны қазір қазып аламыз. Потом қазып аламыз бәрін. Так, че за не ол пещералардың бәрі қайда қашын? Пещера көз жоқ екен. Сондықтан бізге анандай естер деп тұр ғой. Жерге кәдімгідей қаз деп тұр ғой бізге де. Жақсы, онда қазсақ қазамыз қазір. Саған сол керек болсақ, сол керек шығар. Ал біз қазір шайық мұндан. Мұнда дым жоқ бізге. Арғарай жүре бер дейді бізге. Мұнда саған ештеңе жоқ дейді бізге. Так, ана жақтан келдік қой да біз. Ана жақтан келдік дұрыс. Қазір айналып нелерді соседний островтарды көріп шығайық. Біріншімен не бар, не жоқ екен бәрін қарап шығайық. Сесть лодку. Так, әлі де үйрен алмай жатырмын лодкаға. Так, былай екен ғой да. Енді түсініп өттім, жайлап. Былай. Көрейік шал қазір. Не бар екенін көрейік. Ана жерде островтың асты шығып жатқан сияқты. Жоқ, бірақ жоқ. Алпана судың астында. Опа. Не остров ну? Тағы да бір остров шықты да? Біздің остров па еле? Біздің остров емес сияқты. Или біздікі ма? Тұра тұр. Так, қазір көшіп шығайық онда. Біздің остров па екен? Ой, біздің остров қой тағы да. Біздің островқа қайттан кеттік қой. Так, онда қазір пещера, мына жақта тағы пещера тұрған сияқты да. Мына жерде үңгір тұр ғой. Үңгір тұр мына жерде. Так, жоқ. Мына өтірік пещера. Қайда манағы біз железо ұмытып кеткен жер қайда? Мына жақта алу керек. Түскім келмеген, бірақ түсіп кеттім. Так, опа. Семена түсті. Так, мынаның астынан ше. Астынан өтіп кетуге жоқ. Пустой жер екен. Так, енді қазір ұйықтап алайық. Қазір сосын келесі күні көреміз қазір істейтінді. Тамақ. Так, жемеген жоқсың ба? Так, жемей тұра тұр онда сен. Опа, қатып кеткен сияқты. Так, зомбилар шығып жатыр уже. Зомбилардың дауысын естіп отыр мына жақтан. Қазір біз не істейміз, достар? Мүмкін грядканы мына жаққа келетін шығармыз. Или бүйтеміз қазір. Так, біріншімен, достар, забор жасайық қазір. Қандай забор керек бізге?
Так, забор. Так, забор. Так, бесеуі. Так, жете ма екен қазір бізге? Айналдырып шығуға жетпейтін сияқты, сондықтан қазіргі бүйтеміз біз. Достар, айтқандай, мына жақтан грядка шығарамыз дедік қой біз алдында. Простой бірдеңе шығарамыз дедік, сондықтан қазір мына жақтан грядка қылайын дедім. Әдемі болатын сияқты, сондықтан осы жақтан грядка жасаймын мен. Так, 1, 2, 3, ойбай, 4, 5. Так, мына жақтық бет қазып жіберейік, бізге секіріп кету қиын болсын деп. Бізге ешкім секіріп кетпесін. Мынандай бәрін не қылайық, мынандай симметричный қылайық. Мен дейтін жыным бет, жалпы мынандай не симметричный болып тұрған жерлерге. Сондықтан осылай істеп шығайық бәріне. Так, енді былай, сосын мынаны былай қасып тастайық. Так, мына жақта неше блок шықты да? Неше? 3, 4, 5, 6. Енді 6 нормально сияқты. 6 нормально жетеді. Қоймай бізге мешать етіп қалды. Так, былай. Енді қазір мына жақтан да жүргізу керек. Қазір. Сосын акация керек бізге қазір. Акация керек, тағы да мына жақтағын емес, ана алыстағын алып келейік қазір, көрейік. Алыстағын жиналайық та, грядканы жасап шығайық бүгінгі бөлімде. Пещера, енді железо таптық, хотя бы железо болса да таптық. Енді мен түсіндім, пещераны іздемеу керек, пещераны жасау керек екенін. 7-ші уровеньге барамыз. Жалпы достар, алмазды қалай тез табуға болады десеңіздер, алмаздар сирек кездесетін уровень 8-16 уровеньдер. 16 уровень нелер ол вообще? Уровень не ол? Уровень дейтін, мысалы жерге қазасыз ғой. Қазғанда адамның высотасын көрсетеді. Сол высотада 8-16 высоталарда адам дейтін куб табады алмазды. Сондықтан достар 8-16 уровеньдерден іздеңіздер алмазды, сондан ғана сіздер көп деген алмаз табасыздар. Сіздерге гарантирую дейді ғой. Сондай нәрсе, короче. Так. Жалпы накода түсірейін өтіреді сондай нені видео туралы. Бірақ мен айтып қойған сияқтымын. Не екенін өзі айтпай деп қояды дейші маған. Так, сосын жарайды дедім, айтпай қалдым. Ал сіздерге осы бөлімде айтып атқаным сіздерге. Енді накодан тыс, нако қарамайтын шығар енді мен летсплейімдерді. Ол өз летсплейімді қарамайды даже. Адам дейтін интерес жоқ та, просто ешкімде. Сондықтан не етіп кеттім мен вообще. Қуам деймін менде. Ойбай. Шығып кетті. Так, мына жекті қазып жіберейік. Олар дейтін кәдімгідей өсіп кеткен да. Кәдімгідей платформа сияқты өсіп кеткен, олар дейтін керемет. Так, 39, нормально. Так, мына жақта өсіп жатыр, пока что екіп қойдым мына жақта. Енді қазір саженістерін жинаулайық олардың. Талдардың, сосын қасымызға егеміз. Айналдырып егіп шығамыз. Ертең целый орман болады да, сосын көресіздер қандай әдемі болып шығатын біздің островымыз. Сонда ғана көресіздер. Мына біздің жақта бір не түркен, саженісті. Так, қай жерге егіпсеміз, мына жерге егіпсек. Так, екеуі тұр. Керемет, былай. Енді сосын қаяқтан алдым мен? Мына жақтан алдым ба? Мына жақта жоқ, алған жоқ мүмкін. Мына жақтан алдым ғой. Онда қазір мына жақтағы түскен саженістер бар ма? Мына жақтағы түспепті, ана жақтағышы. Ана жақтағы түспеген сияқты да? Түсті ма? Көші түскен жоқ, біз дейтін үйге бара берейік онда. Түспесе түспей қойсын, біз үйге барайық. Мына жақта күшті әдем отыр. Так, мынаны былай істеп тастайық. Сосын қазір крафтинг тейбл қайда бізде? Крафт қайда? Так, мынаны полностью айналдырып шығамыз, не істейміз? Полностью айналдырып шығайық онда. Так, екі стак жете ма? 16-тан кетеді ғой да? 32-ден. Так, нормально. Осы жетер. Ал енді бет желеп. Так, 19, 20. 21 жарайды. Уже бір стак қой. Бір стак болды да? Бір стак жарай ма бізге? Бір стак қылдық. Нормально. Так, бір стак болды.
Енді 400 жетпей қалды, бірақ бір стак жарайды бізге 60-ға. Так, бұлай. Енді үлкен болып жатыр біздің неміз. Сонысы да жақсы, бізге жайлап енді жасай берейік бұлайынан. Так, қай жерінен әйтеуір асып кетпейік қазір. Опа, мына жерден былай келеді қазір. Сосын үст жағына мүмкін не жасайтшамыз, укрытие дей ма, сондай нәрсе, бір нәрсе жасаймыз сондай. Мына жақтан қазір кіретін жер жасау керек. Так, кіретін жер. Қалай айтатын еді оны? Қалай аталады ол дейтін, қалай аталатын еді? Білмеймін, ұмытып қалдым. Так, ворота изокация, ворота дейді ол. Мынандай ворота болса, құрсын не болған сонда? Кішкентай есік. Бай, құрсын. Не істей жүрмін? Так, бұлай, нормально. Енді жайлап қазір нелерді көшіру керек. Нелерді де айта бердім адайда. Так, нелерді дегенде біз ана огородымызды көшіру керек. Кітақшты огород болса да бізге ұнайды. Сонысында. Так, бүйтейік қазір мына жерді бұлай полностью бүйтін істеп шығайық. Бүйтіп қоршап әдемі болып тұрсын. Или жауып тұрсын деген мо? Әдемі болып тұрсын деп қоям. Так, несі әдемі мынаны? Так, бұлай, потом мынаяқтан бұлай. Сосын потом крышасын жауамыз, артынан да жауамыз, крыша дейтін ештеңе етпейді, крышаны жауға бізге, сондықтан қазір потом істейміз оның бәрін. Так, қазір бұлай тұра берсін пока что. Енді үйіміз аяқтаған жоқпыз. Үй дейтін пока аяқталмайды.